Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай үлбіреп тұрған қатпарлы, қытырлақ өте дәмді самсаның ерекше жасалу жолымен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі көріп тұрғандарыңыздай ұн, жұмыртқаның ағы, сүт, су және де сұйық май, шым тұз және ашытқы керек болады. Бірінші сүтіміз бен суымызды жақсылап араластырамыз. Сүтіміз бен суымыз жылы болуы керек. Оның үстіне өлшенген ашытқымызды саламыз. Шым тұз саламыз. Жұмыртқаның ағын және де сұйық майымызды құйып араластырамыз. Мінекей келесі ұнымызды салып жақсылап қамырымыз жұмсақ болады, қолмен илейміз. Барлық керек ингредиенттердің көлемі, салмағы видеоның төменгі жағында жазылған. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Енді қамырымызды осындай пленкаға орап, холодильникке 20-30 минутқа қоямыз. Мінекей 20-30 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды осындай сәл ұзыншақтау көлемге келтіріп, тура 6 бөлікке бөлеміз. 6 бөлік бірдей болуы керек. Өздеріңіз теңестіріп аласыздар. Бірдей болуы міндетті түрде. Мінекей бір-біріне қосып алып, қамырды бірдей қыласыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірдей 6 бөлікке бөлдік. Енді бұл бөліккен бөліктерді осылай құрғағын себу арқылы жұқалап жазамыз. Алтауында жазамыз. Мінекей 6 бөліктегі қамырларымызды жайып болдық. Енді үстіне сары майымызды жағамыз. Еріп тұрған. Жаңағы 6 бөлікке 6 бөліктегі жазылған жаймамызды бірінің үстіне бірін қойып, сары май жағып, қатпарлы самсаның қамырын дайындаймыз. Мінекей барлық бөліктерінің ортасына осылай сары майымызды жағып болдық. Енді жақсылап тұрып ораймыз. Ауа кетпеуі керек ішінде. Сары майымыз жаңағы 82-70% сары май болуы керек. Мінекей жақсылап ораймыз. Арасындағы ауаларын қолымызбен шығарып, қысып шығарып тастаймыз. Ауа болмауы керек. Енді осы қамырымызды 20 минутқа морозильникке қоямыз. Сол аралықта біз ішіне қосатын салмамызды дайындаймыз. Ет, пияз, сәбіз және де тұз қажетіне қарай қарабұрыш қосамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осыны бөліктерге бөлеміз. Қатты кішкентай емес, осындай орташа көлемде бөліктерге бөлеміз. Себебі бұл қатпарлы самса болғандықтан қамырымыз сәл қалыңдау болуы керек. Қазір оқтаумен жайған кезде. Мінекей. Қамырымыз қатты қалың болудың, жұқа болудың да қажеті жоқ. Ішіне салмамызды салып, осылай видеодағыдай етіп жасаймыз. Мінекей осылай барлық самсаларымызды дайындап алған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Солай қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минуттай пісіреміз.
Мінекей достар, 35 минуттың ішінде біздің қатпарлы самсамыз дайын болды. Иісі де, дәмі де сондай керемет, дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.